Әйелін өлтірген экс-министр Қуандық Бишімбаев ісі сотқа түсті. Іс Астанада қаралатын болады. Бұл жауыздыққа қатысты тағы бір фигурант бар деп хабарланды. Оның кім екені белгісіз. Бірақ ол Салтанат Нүкенова қайтыс болған гастроорталықтың директоры деген пікір бар. Ол бұрын ұсталғандықтан сондай күдік туындауда. 22 ақпанда Бишімбаевтың адвокаттары болған жағдайдың бәрі жазатайым оқиға екенін айтып, мәлімдеме жасады. Бұған жауап ретінде Салтанат Нүкенованың ағасы мейрамхананың камерасы түсірген кадрларды жариялады. Олар қызды қолдарымен және аяқтарымен ұрып жатқанын анық көрсетеді. Бірақ адвокаттар мұны жоққа шығарды. Сондай-ақ бейнеде тек басына 13 соққы туралы хабарлаған медициналық сарапшылардың қорытындысы бар. Жәбірленушілердің адвокаты да жауап берді. Ол қайтыс болғаннан бастап денені табуға дейін 6-8 сағат өткенін атап өтті. Сіз не ойлайсыз? Өз ойларыңызды пікірде қалдырыңыз және арнамызға жазылыңыз.